Елімізде дінге байланысты қандай заң қабылданды? Қазақстанда конфессия аралық қарым-қатынас қандай? Осы сұрақтарға жауап берейік. Абай атамыз айтқандай, адамды адам ететін де иман, сұлтан ететін де иман. Рухани байлық бақытқа жеткізет демекші, берекеміз тасып, бірлігіміз артып, нығая түссін десек, біз халқымыздың бүгінгі дінге деген шынайы сенімі мен құрметін шайқалтпай, халықтың иманын көтеріп, оны күшейтуіміз қажет. Рухани байлық бар жерде елдің бірлігі де нығая түседі. Ал ел бірлігі мықты болса, онда мемлекет те мықты, оның іргесі де берік. Біздің елбасымыздың саясатының басты бағыты да осы. Сондықтан да қазір біз санамызды тазартып, ұлттық рухымызды оятуымызға, халқымызды рухани жұтаңдықтан шығаруға жұмыла жұмыс істеуіміз қажет. Елімізде дінге байланысты қандай заң қабылданды? Қазақстанда 130 ұлт пен ұлыс өкілдері және ондаған діни конфессиялар тұрады. Елімізде діни және этносаралық толеранттылық жоғары дәрежеде қалыптасқан. Конституциямен 1992 жылы қабылданған діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, діни сенім бостандығы заң аясында іске аса бастады. Заңға сәйкес барлық діни бірлестіктер мемлекеттік органға тіркелуі тиіс. Елімізде бір діннің үстемдік жүргізуіне, діни алауыздық пен өшпенділікті тұтатуға талпынатын діни бірлестіктерді құруға немесе қызмет етуіне тыйым салынған. 2011 жылы Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңы қайта қабылданды. Қазақстан Республикасының заңнамасы мемлекеттің зайырлы сипатын бейнелейді және әркімнің діни сенім бостандығы мен құқығын қамтамасыз етеді. Қазақстанда конфессия аралық қарым-қатынас қандай? Елімізде тәуелсіздік жылдарында діни институттар көбейіп, діни бірлестіктердің саны да айтарлықтай өсіп, рухани дәстүрлер жаңарып, жаңа культтік ғимараттар, мешіттер, шіркеулер, ғибадат үйлері, синагогалар тұрғызылуда. Бұл елдегі ар-ұждан бостандығы мен рухани жаңғыруды қамтамасыз етуге, этносаралық келісім мен азаматтық татулықты сақтау мен нығайтуға бағытталған мемлекет саясатының жемісі. Елімізде діни сауаттылықты жетілдіру мақсатында жоғары, арнаулы орта және жалпы білім беретін оқу орындары ашылған. Ірі мешіттер жанынан курстар, ал шіркеулер маңайында жексенбілік мектептер бар. Қазір еліміздің қоғамдық өмірінде діннің маңызы артқан. Әртүрлі конфессиялардағы халықтардың бейбіт өмір сүруі, экстремизмнің таралуына қарсы әрекет Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатының басты мәселелерінің бірі. Қазақстан жерінде көне заманнан бері сан алуан діндер мен мәдениеттер тоғысқан. Дін мен зайырлы биліктің тек қана қатар өмір сүрулері емес, сонымен бірге елді басқару ісінде де мінсіз үндестік табатынын қазіргі тарихтың сан алуан мысалы айқын айғақтап беріп отыр.